Мен 2011 жылы финансист мамандығын бітірген болатынмын. Содан кейін 2 жыл банкте жұмыс жасадым. 7 жыл бойы мен ломбардта жұмыс жасаған болатынмын. Тәулік бойы жұмыс жасайтын, айына 15 күн. Соған мен 120-140 мың теңге айлық алатынмын. Мен тұрмысқа шықтым, балалы болдым, 3 балаларымыз пайда болды. Бірақ біз сонда да әлі квартирада жалдамалы пәтерде тұратынбыз. Сонымен я шыны керек, я хотела быть финансово независимой, тек күйеуімнің бір жалақысына қарап отырмай, өзімде қаражат тауып, үй алып, машина алып, сондай бір жетістіктерге жеткім келді. Негізі осындай ойлар көп қыз келіншектерге декретный отпускқа шыққан кезде келеді, я. Мен де дәл солай үшінші ұлымды босанғаннан кейін үйде отырдым, депрессия, послеродовая депрессия дейді ғой, соған түсіп кеттім, өз-өзіме қарауды қойдым. Бір күні анам осыдан 1,5 жыл бұрын, бір күні анам келіп, мөлдір мен осындай бір экспертті инстаграмнан бұрыннан бері бақылап жүрмін. Қытаймен, Түркиямен, бизнеспен, сауда-саттықпен айналысады екен. Как раз сол қазір курстар өткізіп жатыр екен. Неге өзіңді сол салада көрмейсің? Тем более сен финансовая грамотностың бар ғой, сол салада көр, курстарын өтіп көрсейші деп маған анам ұсыныс тастады. Несін жасырам, ол кезде мен анамның сөздерін онша қатты елемедім, онша қатты сенбейтін де едім бұндай салалар, өйткені алдында маған таргетта рекламада шығатын инстаграмды қарап отырған кезде бостан бос уақыт өткізіп, әркімнің сторисін, әркімнің посттарын қарап отыратын уақыт өткізіп жүрген кез. Сосын негізі мен сенбедім. Бірақ мамам енді айтып отыр ғой, ол да үлкен, қаншама опыты бар адам ғой, жазылып алайын деп жаңағы экспертке жазылып 1-2 апта бақыладым. Жаңағы эксперттің Қытайдан, Турциядан алып жатқан товарларын көрдім, ақшасын есептегенін қарадым, сосын распаковкаларын қарадым, қанша күнде келіп жүрген бәрін бақылап, оқушыларының отзывтарын бәрін көріп, бір шешімге келдім жаңағы курсы сатып алуға. Ол кезде Taobao 1688 2 сайты 30 мың теңге болды курстың бағасы. Ақшам жоқ, сөйтіп анам, давай мен сенің орныңа төлеп берейін, сен өзің оқысаң болды. Ұнаса арғарай алып кетесің деп маған сондай кеңес беріп, ақшалай көмектесіп, жаңағы курсы маған сатып алып берді. Курсы толықтай оқып шықтым, түсінген жерлерінде болды, түсінбеген жерлерінде болды. Кішкене обратная связь ол кісілерде енді нашарлау болды деп айтсақ болады. Бірақ мен өзім көп жаңағы форумдарды, орыстар отыратын форумдарды қарап, басқа эксперттерді зерттеп, өзімнің көптеген сұрақтарыма жауап алып алдым. Кез келген жұмыста, кез келген салада өзінің нюанстары болады, болмайды емес. Сөйтіп өзім заказ беріп, өзім жаңағы келген затымды распаковка жасап, сол заттарды сатып, осы жолға түстім десек те болады. Мен бұрыннан өзім шопингқа өте жақын адам едім. Бұл жерде плюс финансы, плюс шопинг, әрі сауда өзім жақсы көретін. Сонымен сол салаға кәдімгідей кіріп кеттім. Маған прям удовольствие, ләззат, рахат алып келді. Сосын өзім толықтай барлығын түсініп алғаннан кейін бір ой келді. Неге осы мен өзімнің жинап терген білімім, тәжірибеммен адамдармен бөліспеуге деп. Сосын бірінші потогымды, бірінші курсымда ашып, ол кезде 10 қыз жиналған болатын. Ең алғашқы бағасы 6990 теңге болды, 10 қыз жиналды, 70 мың теңге, представляете? Мен кішкентай баламен отырып, үйде өзім зат заказ берем, оны сатам, еще 70 мың теңге жинап, қыздарды оқыттым, абыроймен оқыттым деп ойлаймын. Барлығы жаңағы успешно өтті. Сонымен осы жолға осылай келдім.
Қиыншылықтар болмады емес, болды, бірақ мен оларды всегда тез жеңіп, сол мезетте шешіп тастауға тырысамын. Мен жаңағы алдыңғы өзімнің өткен курсымда обратная связь сәл нашарлау болды деген едім ғой. Именно соған акцент жасағым келді. Менің курстарымда обратная связь, кері байланыс мықты болу керек деп өзім сондай шешімге келдім. Сондай неге нәтижеге жеттім деп өзімді ойлаймын. Осы уақытқа дейін қаншама оқушы маған әлі күнге дейін рахмет айтып жүреді. Менен апрельде, майда оқып кеткен оқушыларым әлі күнде жазған кезде мен кері байланыста болам, кез келген сұрақтарына кез келген уақытта жауап беріп отырам. Сондай мен өзімді осындай нәтижеге жеткіздім. Негіз нюанстары көп қой, товар сынып келген кездерде болды. Ондай кездерді шешу жолдарын мен өзімнің курсымда үйретем. Бір-екі рет товарым жоғалып кеткен кездерде болды. Ол жағдайда не істеу керек екенін тоже курсымда үйретемін. Оның барлығын паникасыз, негіз сабырмен шешуге болады. Оның барлығын шешуге болады. Мен курсымда өзімнің қыр-сырларын, қалай сөйлесу керек екенін, қай жағдайда не істеу керек екенін барлығын бөліп видео сабақ түсіріп қойғам. Әрі өзінен кері байланыс бар, видео созвон бар. Соның барлығын шешеміз. Ал енді оқушыларыма келетін болсақ, ол кісілерде менен оқып, қазір көбісі курста өтіп жүр, сауда-саттықпен айналысып кетті, өздерінің онлайн инстаграм магазиндерін ашты, офлайн магазин ашқан қыздар да бар. Қазір менде 3-4 қыз миллионнан аса табыс табады айына. Мен өте ризамын ол кісілер үшін. Я горжусь. Өзімнің осындай курсым бар екеніне, осындай шәкірттерім бар екеніне мен қатты мақтан тұтамын. Сосын көп адамды мазалайтын сұрақтардың бірі, біз өзіміз отырып посредниксіз заказ бере аламыз ба дейтін. Иә, қыздар, сіздер өздеріңіз, өз телефондарыңыздан, өз карточкаларыңыздан төлем жасап, таңдап, күндіз-түні кез келген уақытта заказ беріп, ешқандай посредникқа процент ештеңе төлемей, солай заказ беріп, жұмыс істеп, табыс тауып отыра аласыздар. Жұмыс барысында мен үшін ең маңызды дүниелердің бірі ол жауапкершілік және тұрақтылық және кері байланыс 100% болуы мен үшін өте маңызды. Мен әр оқушымның кез келген сұрағын жауып, талқылап, барлығын шешіп беруге тырысам. Маған осы маңызды. Сенімділік, адамның маған деген сенімділігі өте маңызды. Қазіргі таңда менің мақсатым, менің целім өзім сияқты декретте отырған аналарға көмек беру. Сәл де болса өздері күйеулерінен бөлек финансовый независимый болып, ақша тауып, балаларына керек жарағын бәрін алып, өзіне керек жарағын бәрін алып, өзін кішкене дамытып, көз қарасы өмірге деген өзгеріп, кішкене развивация етсе, менің мақсатым сол. Дәл өзім сияқты декретте отырған аналарға, қыз-келіншектерге көмектескім келеді. Қазіргі таңда мен 1000-нан аса оқушы оқыттым. Өзім 0-ден бастадым. Жаңағы 30 000 теңге курсқа құйған ақшам болмаса, бизнесімді именно 0-ден бастадым. Мен дропшиппинг системасы арқылы жұмыс істей бастадым. Онлайн магазин, интернет магазин ашып қойдым, декор. Сол жерден клиенттерден заказ түсе бастады. Әдемі оформление, сурет, видео салғандықтан, күнделікті сторис жүргізіп тұрғандықтан, және өзімнің жеке брендім бар. Енді менен сатып алып жатқан адамдар өзімнің жеке парақшама да кіріп қарайды, кімнен алып жатқанын. Сол жағы маған өте қатты көмектесті. 100% предоплата алам, Қытайдан заказ берем, келген кезде қолдарына табыстаймын, өзімнің пайдамды алып қалам. Ол қалған ақшаны жинақтап, басқа товарға салам, и оны Қазақстанға алдыра берем. Негізі қолда бар мүмкіндіктердің барлығын қолдану керек, пайдалану керек деп ойлаймын.
Қазіргі таңда социальный сети өте қатты дамыған. YouTube бар ма, Telegram, TikTok, Instagram, WhatsApp желісі, соның барлығын пайдаланып қолдану керек. WhatsApp'тан бастасаңыздар да неше түрлі сіздерде чаттар бар, болмағанда 4-5 чат бар. Сол чаттарға өздеріңіздің қызметтеріңізді айтып отырыңыздар, туысқандарыңызға айтыңыздар, жолдастарыңызға, соседтеріңізге айтыңыздар. Олар арғарай сарафаны радио қылып таратсын, сіз немен айналысып жүргеніңізді. Солай по копеечке өзі негізі жиналады. Бизнестің барлығы солай басталады. Ең маңыздысы бұл жерде жауапкершілік, тұрақтылық болу керек, әрі күнде еңбек ету керек. Жалқаулық, еріншектік деген нәрсені